Ұялы елді мекенде Ұлы Отан соғысы кезінде ел қамы үшін еңбек еткен атақты балықшылар көп болған. Теңізде ау құралдың және ірі балықшылар кемесі аз кезде балықты 15-20 адамнан тұратын жылым бригадасымен аулаған. Бұл жылымшылар бригадасы деп аталады. Жылым бригадирі су асты жағдайын жақсы білетін, балық қыста қай жерге шоғырланады, қай жер балықтың жатағы болады, қандай жерге жыл маусымына қарай жылым салатын сезіне білетін адам болу керек. Ұшымызда елді мекенде Ұлы Отан соғысына дейін Үргенішбай Мәли әкеміз жылым бригадасын басқарып, еңбек қызыл ту орденіменен марапатталған. Замандастары Сүгірбаев, Сатыбай, Берденов, Тәжімбет, Меңов Әбілда ол кісі туралы былай дейтін: жылдың қай мезгілінде, балықтың қай түрінің, теңіздің қай жерінде, қай өрісінде жайылатынын, уылдырығын қай жерге шашатынын біліп отырды. Осы қасиеттері үшін Ұлы Отан соғысы кезінде оны броньменен елге қалдырылған. Қазір балалары Мәли Бесен 2014 жылға дейін бірлік елді мекендегі Алсын жауапкершілігі шектеулі серіктестің директоры болды. Қазалы ауданының құрметті азаматы. Ал Нәби өркендеу ауыл округ әкімі. Әке көрген оқ жонар деген осы. Ыңғайып Қараман Ұлы Отан соғысы кезінде ұшымызда елді мекендегі жылымшылар бригадасының бригадирі. Бұл кісі де теңіздің құпия сырын көп білген адам. Жылым салардан бір күн бұрын ескекті қайықпен теңіз бетін аралайды екен. Балығы мол іректерді дәл біліп, сол жерге жылым тарттырады. Руы Үсен. Біздің елде Үсеннен бір ұл туды дегенше, балықтың басына күн туды деген қанатты сөз бар. 1939 жылы одақ бойынша ең таңдаулы 80 адамның бірі болып, бүкіл одақтық староста Калиннің қолынан құрмет белгісі орден алады. Одаққа танымал орденді кісі бұрынмен майданнан босатылған. Бұл кісі тәуелсіз Қазақстанның бірінші үкімет басшы, қазақша айтқанда бас уәзірі Ұзақбай Қарамановтың әкесі болатын. Ал Ұзақбай Қарамановтың өзі ұшымызда туған, сол ұшымызда бастауыш мектепте оқыған, оған сабақ берген баяғы Бұқарбай ұялда магазинші болған. Бұл кісі сояқты бастауыш мектеп бітіргеннен кейін Ұзақбай Қараманов үшін әкесі Ыңғай Қараман ұялыға көшіп келеді. Қожанияз Ізбасар 11 жасынан бастап балық шаруашылығымен айналысқан. 1906 жылы туған. Ұлы Отан соғысының ардагері. Әкесі Қожанияз 1920 жылдан бастап ұшымызда елді мекенінде балықшы болады. Ол жерде әкесінің атымен аталатын Қожанияз атты өзек бар. Ізбасар 1920 жылы әке кәсібін жалғастырып, шеттей бала-шағаны асырау Ізбасардың мойнына түседі. Ұлы Отан соғысына қатысып, елге жаралы болып оралады. Ұшымырза, Ұзынқайыр, Қосшоқыда жылым бригадир болып жұмыс жасады. Балық шаруашылығындағы ерен еңбектері үшін 1946 жыл Советтер одағы халық комиссариатының балық өндірісінің құрмет грамотасыменен, 1950 жылы Стахановшылар жарысына қосқан үлесі үшін Советтер одағы балық шаруашылығы министрінің социалистік жарыстың үздік белгісіменен марапатталады. Соғыс және соғыстан кейін Қосшоқыда, Ұзынқайырда аш-жалаңаш отырған ағайындарды қалай асыраған туралы менің анам Есмұратова Ақбалай жыр қылып айтып отыратын. Қарашаев Жалғасбай, Жарасбай Құлпыбай бір үйдің азаматтары. Руы Қаракесек. Өте қарулы азаматтар болған.
осы үш ағайынды жігіттерге жылым бригадирлері таласады екен. Бір көздері сүймеймін, жылымның құлағымда үкіні қойып кете береді екен. Кейін олардың балдары Құлыбаев Жолдасбай Қосшоқыда айтулы балықшы болды. Құлыбаев Жолдасбай Каукөйде тұрды. Соғыс жылдары елге бұрынмен қалып еңбек етіп стақаншы атанған Қарашаев Жарасбай Москвада өткен бүкілодақтық ауыл шаруашылық көрмесіне қатысып бүкілодақтық төраға Калиннің қолынан мақтау қағаз алған.